жазушы, аудармашы, философ. Абай Құнанбаевтың қазіргі таңда біздің заманымызға дейінгі жеткен 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар. Абай Құнанбаев өз заманының парасатты биік тұлғасы ғана емес, қазіргі замандағы шешілмеген мәселелерге жол тауып беретін, жол табуға ой салатын биік тұлға. Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзінің маған ең ерекше ұнағаны 11-ші қара сөзі. Адамдардың үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табамын деп жүр. Ал сол малдың иесі тағы да байимын деп ақша табудың, мал табудың сан қырлы амалдарын іздестіріп жүруде. Даугерді ұрыны тауып бер деп, ұрыны малымды қайтар деп жеп жүр. Өз бастарына өздері сақина тілеп, неғып жүргендері белгісіз, өздерінен өздері әбігер болып жүр. Ал екіншісі бұзақылар. Бұзақылар адамның ойына неше түрлі пәлелі ойларды салушылар. Мысалға, бүйтсең бек боласың, сөйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, сөйтсең мықты боласың демшілер. Тек сол адам ғана жақсы, қалғандары жаман болып, тек өзін ғана жақсы жағынан көрсетушілер. Адамдар тек сол бұзақылардың ғана сөзін тыңдап, басқалары жаман, тек сол бұзақылар жақсы болып көрінеді. Тек сол бұзақының айтқанымен жүріп тұратын болған. Ұрыларды тыю оңай болады, бірақ бұзақылардың жетегінде еріп кеткен адамдарды кім тияр екен?